студио. Bir vaqtda uzun qara şapanды kiyip ayağın sürütüp basıp келе жатып шаршап жатқаны көрініп тұр. Қаныш ағамыз Сәтбаев. Иә, Қаныш Имандайұлының алдында болып, құмысында. Осы жағдайдың бәрін түсіндіріп айттым. Қазақстанда білім саласы жоқ, ешкімді оқымайды, тек Московский университетте ғана бар. Мен де таңғалам дедім, орталық Қазақстанда толып жатқан ұрыларды үйіп тастаған. Соларды қазып жүрген қазақтың аты бабалары ма, я болмаса жер болып келген тайпалар ма деді. Телеграмманы берген Сәтбаев екен. Осындай 3 айға 12.000 рубль, бір машина 3 айға 4 жұмысшыға оклад. Қазақтың тұңғыш антропологиясына бюджет. Бюджет. Өзінің лично Сәтбаев. Бірақ Марғұлан айтты, сен қазақтың сүйектерін оңтүстіктен қазба деді. Біз иесіз молаларды қаздық. Бұл де тимейміз. Моральный жағынан ауыр болды. Қазақтың сол кезде қазақ соншама қырылмаса 4 миллион болып. Сізге қорқынышты болған жоқ па сол жұмыстарыңыз? Өлі адамның сүйектен қорқпау керек, тірі адамнан қорқпау керек. 4-5 қазақтың арбанын арқылап туып жатыр деп. Бүгінгі әрбір қазаққа айналайын бауырым, сен бір емес 5 қазақтың жүгін көтеріп жүрсің десеңіз болады ғой? Болғанда бұндай. Маған қойған айыбы, жаңа кітапты өртегенде, Исмағұлов беспартийный, нахватался буржуазной идеологии. Адамс Question. Армысыздар ағайын, бармысыздар баталы сөзден береке тапқан біздің сүйікті көрермендеріміз. Біздің каналымызға қош келдіңіздер, жазылыңыздар бізге, көріңіздер, біз сіздерге тек жақсы әңгіме айтамыз. Эфирде Ақ студия, оның жүргізушісі Айгүл Мырзаханқызы. Адамс Question. Бүгінгі Ақ студияның қонағы, біздің құрметті қонағымыз, бүкіл қазақ халқының құрметті қариясы, өзіміздің тұңғыш антрополог ғалымымыз, бізге айтары мол, ғылымда өзінің өзіндік ізін қалдырған, тек қана қазақ емес, бүкіл әлемдегі антропологияға өзінің үлкен үлесін қосқан ғалым ағамыз Оразақ Смағұлұлы. Оразақ аға, біздің эфирімізге қош келдіңіз. Рахмет. Оразақ аға, мен сізді таныстырарда мынандай ойға келдім. Ойлап отырмын, бұл кісі 93 жасқа келіп отыр. Осы жасқа дейін қаншама елдің, қаншама халықтың құрметті азаматы және құрметін көріп жүрген үлкен ғалым тұлғамызсыз біздің. Енді тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының академигі, Италиядағы Болон Академиясының корреспондент мүшесі ретінде ел сізді жақсы таниды. Одан бөлек, сізді бұған дейінде көрермендеріміз, оның ішінде көзі қарақты көрермендеріміз біршама әңгімеңізді тыңдап, осындай ғалым ағамыздың, осындай ғалым қариямыздың болғанына соншалықты ыстық лебіздерін, өздерінің ықыластарын білдіріп жүр. Дегенмен, мен сіздің бүкіл атақтарыңызды айтып шықпас бұрын былай айтар едім. Сіз жалпы ғылыми еңбек жолыңызда өз атыңызды, өз бағаңызды, өз құныңызды, өз орныңызды алдым деп есептейсіз бе өзіңізді? Енді оны есептеуге де болады, бірақ толық емес енді. Орташамада айтуға болады. Мысалы, мен айтар едім сізді, Қазақстан Республикасына ғылымына еңбек сіңірген еңбек ері деп көріп тұрмын өзіңізді. Рахмет енді. Немесе біздің қазақ халқының қаһарманы деп те көрем кейде. Рахмет енді. Қазақстанда 20 миллион халық болса, бәрі де адал қызмет етуге ұмтылып жүр. Еңбегін сіңіріп жүр деген пейілдемін өзім. Жалғыз менен ғана еңбек етіп жүрген жоқпын. Оразақ аға, сізбен сұхбат алардың алдында көп ойландым, көп іздендім. Біз енді қазақ халқы
көзі қарақты халық, есті халық, дана сөзді, баталы сөзді түсінетін және оның қадірін, қасиетін білетін халықпыз ғой. Бүкіл қазақ халқының қазынасы ретінде қараймыз. Сізге айтарым, сіздің өмір жолыңызда осындай 93 жасқа келіп отырған ұзақ өміріңіздегі қилы-қилы кезеңдер, туғаныңыздан бастап, кәдімгі кішкене артқа шегініс жасап, сонау өзіңіз кіндік қаныңыз тамған жерден бастап әңгімемізді өрбітсек. Қайда тудыңыз? Кімсіз сіз? Қай заманда тудыңыз? Қандай кезеңдерден өттіңіз? Мен өзім өмірге қазақ болып келгеніме қуанамын, өкінбеймін. Себебі біздің ата-бабаларымыз қандай ақылды болған. Біздің зерттеулерімізге қарағанда қазақ ата-бабалары Алтайдан Каспийге шейін бүгінгі Қазақстан өңірін 5000 жыл бойы иелік жасап, бүгінгі ұрпақтарға қалдырған ғой. Енді осындай жерде, мысалы, Азия мен Европаның өзі как-раз ортасында орналасқан ғой. Табиғаты жайлы, қыс болса қары бар, аязы бар, жаз болса жайылым, балға жайы бар. Ал енді жер астына келсек, кен байлана ол да мына таблица мен Менделеевтің элементтердің 100-ден артығы бар. Осындай жерлерде иелік жасап, сол елде мен өмірге келгеніме қатты қуанамын. Әлемде бұл заманда халықтар бар. Біздің заманымыздан да бұрын өмір сүрген ата-бабалары. Бірақ бүгінгі ұрпақтарында қандай жер жоқ. Әр елдің жерінде жүріп жүргендер бар. Соған қарағанда ел болайық, жұрт болайық, бір болайық. Осы ата-бабаларымыздың жерін жанымыздай аяйық. Осы жерге егер 5000 жыл бойы құт берсе, бүгінгі ұрпақтарға келешекте осы 3000 жылда да құт береке болады деген үміттемін. Аумин. Ал енді өзім туған туым жайым туралы жұрттан естеймін, ой, жаңа туған болғалы қайдан білсін, қайда туып атқан, кім боларын деп. Дегенмен кінді қан қазақ көп айтады, тамған жері. Адамның өмір бойы ол жаны тәнінен шықпайтын бір құтты жер деп. Рас, мен Ялсай деген Тобыл өзенінің жағасында, Ялсай деген елде 1930 жылы октябрьдің басында өмірге келген екен. Ал енді бала туып атқанда кейбір кісілер жорамалдайды ғой. Өмірге бақыт әкеледі, халыққа тыныштық пен байлық әкеледі деп. Мен енді туған жылым мына Совет үкіметі кезінде өмірге келіп қой. Ал енді Совет үкіметінің мен келгенде елім мен жеріне халқыма жасап атқан зорлық, зомбылықтарын мен білмесем де, кейін өскенде естідім ғой. Біздің ауылымыз 33-34 жылдары аштықтан қырылған ғой. Соның салдарынан мен туған шешемде қайтыс болған аштықтан. О кісінің мен жүзінде білмеймін. Аналық дауысында білмеймін. 90 жастан ассам да. Міне осындай жәбірлікті тумай атып көргеніме қатты қиналамын. Тек елім, жерімді мұндай қайталамаса екен деймін.
o zamanda 30 жылдары 20 жылдың басында 30 жылдары қырылған қазақта сан жоқ қой. 4000-дап, 5000-дап қырылған ғой. Соның мен енді қиналатын жерім жеке басым емес. Халқым сол кезде біздің халқымыз 8-10 миллион болған ғой. Әдебиеттегі жазуларға қарасақ. Ал енді сол халықтың бүгін 10-15 миллионы ғана қалған. Егер сол заманнан бері аштықты көрмесе халқым, бүгін қазақ халқы 50-60 миллион болар еді. Шіркін-ай. Қандай сосын өткенде министрді біраз кінәлап жатыр. Мына Японияда олимпиада болды ғой. Иә. Сол олимпиада қазақтар алтында, күмісте ала алмады медалін деп. Бірақ соған қанша елден қатысқанын білмейміз. Сол қатысқан елдің 50% қырылып қалғандары келсе, олар да қазақтар сықылды ешбір медалға ие жасай алмады. Бүгінгі 15 миллион халық. Ал енді бұл бүгінгі таңда 60-70 миллион болсақ, ол алтыны да, күмісі де қазақ халқына иелік үлгі олимпиада жасауға болар деген ойдамын. Ол солайда болуға тиіс. Енді қазақтың міне осындай дәуірлі өмірге келгеніме енді кішкене қиналамын, өкініш жасаймын. Енді әлемде дәл осындай қиыншылықты басына түкізген халықтары жоқтан асы ғой. Жоқтан асы. Енді әңгімеңіз өте әсерлі. Бұл енді ана деген барлық адамзат, барлық адамның, барлық адамзаттың ең бір құрметті, көкірегіндегі, жүрегіндегі ең бір құрметті есім ғой. 93-ке келген жасыңызда мынандай бір сұрақ қоюға рұқсат етіңіз маған. Қойыңыз. Қазір, мысалы, сол уақытқа шегініп, егер анаңыз тірі болса, қандай сөз айтар едіңіз? Аллай, мен бұл күнде көшеде жүргенде 3-4 жасар баланың анасы беттен сүйіп, маңдайынан сипағаны менің іші бауырымды елжіретеді. Я болмаса, сонда келе жатқанда бір сондай балаларға анасы ұрсып жатса, жаным ашиды, ұрыспаңыз деп. Ол адам басына түскенде ғана біледі ғой. Қымбатшылығын, қадірлігін. Ал енді әрине анам о кезде тірі болса, мен көп жетімдікті, әкем тірі болса да көрмеген болар едім. Соның өгей шешенің қолында өсіп өнуіміз бұл біздің өмірімізде оңай болған жоқ. Бұл әйелдерді сыйлаймыз ғой. Бірақ көп әйелдер өзінен тумаған баланы жек көргеніне, сыйламағанына мен таңғаламын. Әйелдің жүрегі балаға дегенде ерекше ғой. Ал енді солай бола тұрса да, менің бағым бар. Мен осындай елде туып, өсіп, өніп, жоғары білім алып, ғалым болып, міне бүгінгі сіздің алдыңызға келіп, осы елімнің, халқымның, өзімнің жеке басының қиыншылықтарын айтып отырмын. Ал енді бүгінгі заманда заманның балалары тойып секіріп жүр ғой.
балалардың жасында біз тоғып, секірдік қарнымыз ашып. Бірақ елдің амандығында, жердің тиіштігінде, мына бүгінгі егемендікке жеткеніміз, өз жерімізді билігі өз қолымызда болғаны. Бұл енді мақтаныш, қуаныш қойынға сыймайтын жай. Сондықтан ел болайық, жұрт болайық, бір болайық. Осы аймақта атамыздар қандай күшпенен, білектің күшменен елік жасап, талай жаугершілікке қарсы елін жерін қорғаған азаматтар, батырлар мысалы қаншама біздің елімізде болған. Кейде естейм әңгімемді, ой мынау қазір не көп батырлардың тойдамалаға көп деп. Мен айтам, сол батырлар болмаса, бүгін Қазақстанның батыстан шығысқа шейін жатқан молалары болмаса, біз мұндай жерге елжісе алмаймыз. Сондықтан ол батырларды жасап атқан тойдамалақ артық емес. Көп көрмейік дейсіз ғой. Ол артық емес, ол біздің артта алған ұрпақтардың парызы. Ескі қылып, анау молаларына алақан жайып етсе бау, ол біздің парызымыз. Өйткені біраз елдерде болдым ғой, бірақ Қазақстандай елді, жерді мен көре алмадым ғой. Анаңыз туралы айттыңыз. Енді әкеңіз туралы қандай естелік айта аласыз? Енді Кімнің баласысың дейді ғой қазақта. Иә. Кімнің баласысыз деп бір сұрайды, екінші сұраға тегін кім дейді ғой. Иә, егер тәртіпсіз, жайсыз, ұл мен қыз болса, қазақ не дейді? Тексіздік. Тексіздік бетіне басады. Сондықтан әке деген әкенің мен өте сый құрметін көп көрдім. Шешеміз болмағасын ба, әйтеуір әкеміз қолынан келген бар. Менің әкем мынау Октябрь революциясынан бұрын біздің ауылда мұсылман мектептері, кішкентай ауыл болған, мұсылман мектеп болмаған. Бірақ 50-60 шақырым өзенің ары бетінде Ресейде Әлмен ауданында Қорған облысының башқұрлар, татарлар, солардың мешіті болған ғой. Солардың оқуы болған, оқытатын. Біздің әкеміз соны оқып, бірақ неге революцияға байланысты ақ пен қызылдардың ерсі-қарсы жүріп, соны қармағын ілінбек қалмау үшін тастап кеткен, бітірмей. Әкемнің әкесі, мен Нұрпейісті де көрдім. Бойы биік емес еді. Бірақ бір қызығы сол Ресей жақтан қысты күні шанамен келіп, үйдегі аттың басын тіреп, түсіп атқанда Нұрпейіс атамның жүзін емес, артынан бойының биіктігімен көпірсі осын кешен көз алдына елестейді. Ол кісі де елде өзінің орны білген сыйлы ата болған. Мінекей осындай әкесі бардың әлгі Ақжанар. Шеше көрген томпішер. Томпішер дейді. Әкеміздің талабы, тілегі біз адам болса екен, адал болса екен, ешкімнің алажбен аттамасаға екен деген жолда болды. Сондықтан, өйткені біз бала кезімізден бастап, әсіресе мынау соғыс кезінде елдегі азаматтардың бәрі соғысқа кетіп, біз сол бала, кәрі шала елдер ауылды қалып,
сол барлық шаруашылықты соны біздер атқардық қой. Сонда көрген қиыншылығымыз әлі есімнен кетпейді. Сондықтан елде жұртта тыныштық болса екен деймін. Бірақ Неше ағайындысыз? біз екі ағайынды едік. Ағам менен 3 жас үлкен Билал. Ол 70-тен асып қайтыс болды. Әкеміз бізді Ресей жаққа апарып, о жақта қарағай, тоғай өте көп. Иә. Соларды көрсетіп, орыстың жаңағы қазақ деген біздің жақта жеміс екпейді ғой. Сол орыстардың жемістеріне тойдырып, күз болса сол жаққа базарға неге алып кетуші еді. Сосын біз елімізде лыжи тебуді, коньки тебуді. Сол 5-6 жасымыздан нете бастадық. Өзен қатқанда сол қарасу тез қатады. Ол қозғалмайды, өзен ағып жатады. Өзенге ағып жатқанда 1-2-3 сантиметр қалыңда болғанда, теуіп қатқанда мұз қайсады. Қайтадан көтеріледі. Сондықтан әр бала бөлек-бөлек тебеміз, жақын жүрмейміз бір-бірімізбен. Міне сондай өнерді де үйретіп, үлкен кісілер біледі ғой. Шебер болған дейді? Иә. Ағаш шебері. Енді қазақта мақал бар ғой. Керейден ұл туса, ағашқа күн туады дейді. То есть мен де өсің мынау столдарыңды, бочкаларыңды, стульяларыңды істей берем. Солай ма? Соғыс кезінде үйренгенбіз бәрін. Сол нетіп, әкемізді сол шана жасап, арба жасап, нетіп, ағаш шебереді. Бірақ сізде ағашпен кәдімгідей жұмыс істеп, шеберлігіңіз таныта аласыз. Енді бочканы жасау оңай емес. Онда біраз есеп керек. Анау түбін салғанда қалай салғасың оны. Оны 8-ге бөліп, соның бір радиосының ұзындығын алып барып, дөңгелентіп, сызып, сонда ағалаған сәйкестендіресің. Сөзіңізбен ақ шебер екеніңізді түсіндіріп бердіңіз ғой. Сәл қисықтау болу керек, қырлар ішіне қарап, ертең суақ кетпесін. Енді әңгімеңізді айтып отырғанда, балалық шағыңызды еске алған кезде бір жүзіңіз күлімдеп, бір сәттік рахат сезім сезіліп тұр сізден. Балалық шағыңыздан бір әдемі естелік бар ма? Бір есіңізде қалған, осыны әлі ұмытпаймын, бір үлкен кісілер көрген кезіңізде, немесе бір әдемі бір оқиғалар болса, балалық шағыңыз бір қызық болып тұр бізге. Енді қызық болғанда не ғой? Мектепті қалай оқыдыңыз? Ұстаздарыңыз кім болды? Елде біздің шашымызды алу проблема болатынды. 4-5 шал болатын, бәрі де шаш алатын. Бірақ бір шал ғана жақсы алушы еді. Ол алғанда бір тал шашың ауырмайды. Қалғандарынан жылап шығушы еді. Сұрғылары жаман ба? Бірдеңе сұры мына кісі сондай жақсы алушы еді. Ол кісіге кезекке тұрушы едік. Ол да біраз қысқырын ғой. Енді ауылдағы жас кезіміздегі біз өзеннің жағасында өстік, жүзуді ерте үйрендік. Өзен аққанда иірім болады, ол иірімге қайық барса да, 2 адамды қайық болса көтеретін. Сол қайықтың өзін айналдырып жібермейді. Сондай жерге кездесіп қалсамыз, біз үйренгеніміз сондай, ондай жерге тұрсақ, иірімнің тұсынан жеріне жей сүңгіп бару керек. Сосын барып, еңбектеп басқа жағында шығып кету керек. Өйткені есте қалғаны солай суға түсіп жүргенде
өзеннің ар бетінде 2 бала жатыр едік. Бір уақытта шөптің арасынан екіз орысша киргизянки деп. Бізде қазақ демейді олар осылар. Киргиз дейді. Киргизский край. Қазақстан деген сөз жоқ оларда. Сол әлгі екі орыс екеумізді ұстап алды. Аяқ қолымыздан ұстап алды. Сейчас мы вас бросим реку деді. Олар екеумізді де әлгі иірім жерге лақтырды. Енді суға кетсін дейді ғой. Неді шыға алмайды. Біз сол түскен жердің түбіне барып, тырбаңдап, еңбектеп, басқа жерінен ағымнан қатылып шығып кеттік. Екі орыс аузын ашып қалды. Біздің ар бетін өз еліміз жағына шығып кеттік. Содан ауылға келе жатқанда жолдағы балалар айтып, бармаңдар өзенге. Орыстар жүр, суға лақтырып жүр. Не ұрып кету мүмкін, бармаңдар деп. Міне осындай орыстар менен бізде достықты болған, осындай қастықты болған. Ол заманда сол Қостанайдың бір шеті, Ресеймен шекаралас. Тобыл өзенінің бойында тұрып, мынау Алматыға қалай жеттіңіз? Алматы қалай жеткеніміз, бұл талаптың арқасы ғой. Біз енді бізге жақын Челябинск дейді, Свердловск дейді. Сол жақтан оқиық дедік, 10-ші бітіргеннен кейін. Оқиық десек, о жақта қыстық киім керек. Жаңа аңғи орыс. Оның саған қалай қарайтын, сені қалай мүйіздейтін білмейміз ғой. Сондықтан ойладық, енді өзіміз Алматы жаққа барсақ, бір жылы қыстық киімі керек емес, күздік жаздық киіммен жүре бересің. Төке жетуі қиын, көрмеген жер. Содан әйтеуір әкеміз тиын тебен жинап, қалқозы көк тиын жоқ қой. Содан қарыз алып бүйтіп Алматыға, Қостанайда билет алдық Алматыға. Ол кезде көпейіне вагон бір рет жүріп келеді Қостанайдан Алматыға. Почему-то шыға сала Қорғанға барып бір жарты сөтке тұрады. Одан кейін Челябинскке келіп бір сөтке тұрады. Одан кейін Новосибирскке келіп бір сөтке тұрады. Сосын барып оңтүстікке қарай, мына Семейге қарай бет алады. Сөйтіп келдік, документімізді тапсырайық десек, біз 30 күні келдік. Ертең уже документ алмайды екен. Сөйтіп айтты, бірақ бір күннен кейін экзамен тапсырасыңдар деп. Сөйтіп жаңағы бала біреу Торғайды кет, біреу Ұзынкөл ауданынан Молдахмет деген жігіт еді. Сосын общежитияны 1-2 күннен кейін береміз деді. Енді қайда барамыз? Екінші Алматының вокзалында 2 күн қонып шықтық қой. Сонда сосын барып бізге общежитие берді. Бірақ қайта үшеумізді оқуға түстік. Бірақ маған жатақхана болмады. Стипендия болды жатақхана. Содан бір 4 жігіт қосылып, орыс Калинин көшесінен квартирада отырдық. Сол қиынға түсті бізді. Сол Алматыға келдік. Келгендегі біздің көргеніміз ұйғыр дейді, өзбек дейді, доңған дейді. Оларды біз өмірді көрмеген адамбыз. Соны таңырқадық, мұның доңғаны мынандай болады екен, ұйғыры мынандай болады екен ғой деп. Сосын өмірде есек көрмеген адамбыз ғой біз солтүстікте. Мұнда есек арбаны жегіп алма тасиды екен. Оғанда таңырқадық, жемістеріне де таңырқадық. Сөйтіп, бірақ жаңағы стипендияны әрі квартирге, әрі табаққа. Табақ енді өте ішіп жеу жаға қиын болды. Стипендия ақша жоқ. Мен осының Виноград көшесінде общежитиесі бар, әлі бар. Сонда ақшаны стипендияны алған күні бір үзім нан алып,
қасында Никольский базар бар. Содан баяғы Маринка деген балықты жарты етіп олар сатады. Соны алушы еді. Қазір Маринка деген балық жоқ. Басы, жеуге болмайды, денесі майды сондай. Соны сөйтіп обеды етіп жүрдік. Ақшаны экономить ету үшін. Қазір Қазақтың ұлттық университетіне түстіңіз ғой? Иә. Тарих факультетіне. Алғашқы білімдеріңізді сұрап отырғаным, сіздің мынау үлкен ғылыми жолға келуіңіздің жолын реттегім келіп тұр. Қандай әдемі қиындық өткелдерден өтті екен деп. Сонда әдемі сол 50 қаншасыншы жылдар ол жылдар? 50-ші жылы. 50-ші жыл. Ой, Сталиннің заманы. Сталиннің қайтыс болған 53-ші жылы мартта. Оның өзі бір хикая болды ғой. Қандай хикая болды? Әкеміз өлгендей жылап бәріміз. Қайдан біле оны? Иә. Бүкіл ұлттың әкесі деп жалпы жұрт жылап атқасын. Біз де жылаймыз, көңіліміз қосап. Осы мұны молдықтар сол кезде берияларда жаңағы Сталин жерлерде микрофонмен сөйлеп бүкіл нені тыңдатып қойды ғой. Олар да көз жасын алып сөйлей алмай, аяғына шейін жеткізе алмай еткендерін тыңдап тұрдық соны. Adam's Question. Құрметті көрермендер, Ақ студияның бүгінгі қонағы болған Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі, Италия Баллон академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, тарих ғылымдарының докторы Оразақ Смағұлұлы ағамыз. Қазақтың тұңғыш антропологы, қазақ халқының 5000 жылдық тарихын жазып берген, зерттеп, дәлелдеп берген ұлы тұлға ғалымымыз. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз, және біздің каналымызға жазылып, өз пікірлеріңізді білдіріп, егер ағаға қоятын сұрақтарыңыз болса, ағамыз қазыналы қариямыз ортамызда, әлде сіздерден кері байланыс күтеміз. Келесі кездескенше аман сау болайық.